Андырес урматтуу туугандар, мына бүгүнкү 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен бүт куттуктап, бир эле Кыргызстандан эмес, азыр Россиядан дагы биздин жора жолдошторубуз ошо атайын келген экен. Азыр ошол алыстан келгендерди бир шаңдыра кол чабуулар менен бир тосуп алыңыздар. Аялдарыбызды куттуктап, Россиядан келген меймандарды чакырып коелу. Ар бир айдын алтысы эл жактырган жакшысы. Бул концертти жактырбайт Кыргыз өкмөт башчысы. Ар бир айдын алтысы эл чогулуп барчысы. Алты катын топтолсоң ай чет өлкөгө кашчысы. Ар бир айдын алтысы аралап концерт беребиз. Араңдан тапкан акчаны арендага беребиз. Ар бир айдын алтысы бийликтердин каршысы. Антке менен эл баалайт жакшылардын жакшысы. Ар бир айдын алтысы ачык чындык ачкычы. Өкмөт жактан бартабай наанга жетпей калчусу. Ар бир айдын алтысы депутаттардын каршысы. Жашырып жазган законун элге жайып салчусу. Ар бир айдын алтысы бийликтердин жарчысы. Билектерин түрүнүп бийлеп турат камчысы. Майлуу жерин эптеген, маселени чечпеген. Мандат эсини кылат, манжахеттер тепсеген. Чыйкан болду чекеге, чек арада маселе. Чиновниктер көз чумбай, чечсе болмок бат эле. Чимирилген чыгырык чалынабыз жыгылып. Чайгананга иштейбиз, чет өлкөдө тыгылып. Байкуш элдин намысы башка элге кор болду. Бакай манас урпагын деги бийлик коргойбу. Бийлик башы бириндеп бир нерсени жашырды. Бир тууганы болгонсуп Батукаевди качырды. Астыны ким көрдү, төбөдөгү күн көрдү. Таймаш кылып эл журтту, талаш кылды кум төрдү. Ар бир айдын алтысы асыл күлкү жарчысы. Арендага төгүлөт акчабыздын жартысы. Биргелген ушул жашоодо баары болот оболу. Биргелешип туугандар бириндиктүү бололу. Рахмат. Үйгө кире бер. Үйгө кирип бергиле.
Жауап бағыла. Россиядан келген қонақтар. Өзі қиындар ақырында шығады деп қалышады қа, қырғызда сөз, а? Қырғыздың ал қудылдардың атасын сіздерін алдыңыздарга шақырайлы. Жамбол Камчиев алдыңыздарда. Келіңіз. Сахнада hazır. Келіңіз. Сахнада hazır елге қызмат қылып атқандардан менің білешімше құдылдардың ең ақсақалы сізсіз да. Шон үшін сізді айтып отырмын. Жоқ, келдік не жазыптан кейін. Жоқ, hazır қызмат қылып атқандардан. Не деймін? Жамбыл Камчиев. Беркесің? Иә. Қанат, мен дағы мұндан 20-25 жыл мұрда сауық шоғын симпатичный жігіт болшымын. Демек 20-25 жылдан кейін сенің ақуалыңда менікіндей болады. Бірақ мұншалық құник болмаса керек деп ойлаймын. Аны бір құдай біледі да. Илайым сіздің жашыңызға жеткірсіз. Мен сізменен замандаш болғаныма қуаныштамын. Рахмат, Жамбыл Камчиев. Қанат Шанаев. Құрметті аялдар, қыз келіндер, бүгінгі сіздердің майрамыңыздар менен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін 4 сағаттан бері бұрыншы менен тынар әрекет қылып, сіздердің көңіліңіздерді ашқан әрекет қылуда, себебі сағат 12-ден кейін сіздердің күніңіздер бүтеді. 1 сағат уақыт қалды. Қысқасы, қыз келіндер болмаса, біздің жашауыз көріксіз болмақ, қызықсыз болмақ. Мен азыр бүгін Қадамжай Баткен тараптан келдім. Ал жақта да ошондай сіздерге оқшаған қыз келіндерге шекараның жегінде іштеген балдар қыздарға концерт беріп келдім. Анан ал жақта бардығы жақшы тынч десем жалған айтқан болады елем. Бәрі қауіпті. Өзбекстан, Тәжікстан өзінің шекараларын тақтап атышады. Біздікілер осы ұқтап атышады. Қысқасы ошол біздегі Баткен областындағы қауіпсіздіктің барлық жерде 7 этаж үйдің ішінде іштеп атқандардан зависти еткен. Мен мұның бардығын, бұл башқа сөз, бірақ мен азыр сіздерде гүлдірген әрекет қылайын. Ошол немеде дағы, Қадамжайда дағы гүлдірген әрекет қылдым. Жалаң қы тамғасынан. Қыз келіндердің күніне қарата, қычыраған қышта, қалың қарда, қиямат қайымға қарабай, қиямат қайымдан қорықпай, композитор Қудыл Кубик Қалықов қиынсынып Кирдрамға концерт қойды. Концертке көрушілер көп келішті. Қары қартаң, кемпір кесек, қатын қалаш, қыз қырқын қалбаптыр. Көп келішті. Концертке Қудылдардан келдібек келді, күмөндөр, қуан, қуаныш, кейіншерек Камчиев қосылды. Қаракөлден Қошқоров келді. Қызылқиядан Қалыс, Каравандан Қалбы, Құрышаптан Катя қишаңдаған қызы қоша келді. Как раз Құрышапта Қырғыз-Қытай қағылышқан күндері. Қарақұлжадан қомысшы қыз Кенже, Қанекей, Кәтта Қанекей, кішіне Қанекейлер қатышты. Концерттен кейін Кубик Кайф Қудылдарға коньяк құйды. Кубик күмендерді құшақтап, күмендер Кубикті құшақтап, күмендер Кубиктің күрмесіне құсып, Кубиктің қатыны күмендерді қарғап, Кубик күмендердің кәстімінің кәрменіне құсып, күмендердің қатыны Кубикті қарғап, Кубик қачып, көчеме-көче, күмендер қуалап, қой-қойға келбейді, киркомдан, кирпичиден қармап келді. Қайрадан келіп, құшақташып, көрішіп, Қудылдар қосылышып, қыз келіндер қоша кафеге кірішті. Қайрадан коньяк қойды, кока-кола, колбаса. Қыз келіндер қыдан қарлашқыла, кафедегі қыдан. Картошка, қайнатылған картошка, қуырылған картошка. Қазығарта, қымыз, қышыраған қышта қаяқтағы қымыз, капуста, кәрам, конфет, кофе, какао, қаймақ, құймақ, құрут, коньяка құрут, кәлі.
Кыскасы, кафеден кайтарыбызда каяктандыр КГБшниктер келишти. Кыязы күмөндөрдүн катына кайрылган го. КГБшниктер келишип, Кубиктин колдорун көчүгүнө кайрып, кыйкыртып комитетке көтөрүп кетишти. Курултайдын кыраны Кадыр Кошалиев Кубикти куттуктаганы келген куткарганы кетти. Кайрадан келишти. Кубик кыйкырынат, кайфта. КГБшниктердин командири капитан Канатбек Койчуманов криминалдардын кыйыны камчы Көлбаевди кармабай, композитор Кудул Кубик калыгыпты кармаптыр, кыбыратып, кысталакты. Кыскасы, кыз келиндерге катта конкретно рахмат. 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 Жамбыл Камчиев. Ағайыз, рахмат. Бирөөнү жаман көрсөң, балаң окшоп калат дейтиле. Энем айтчылы да. Туптура. Аялым чала берет айлана. Неге аялдар мындай экен? Каяктас чала беришет ey. Тойдо мындайм каяктас, концерттемин каяктас дедиле, жатам го жанына семи, Кудага шүгүр. Жанында дүсөң да зыман дете беришет да. Кыргыздын аялдары менен жолборско окшоп турам. Кафеде, Токойдо Арыстан менен бука арак ичип отуруптур. Арыстандын телефону шыңгырап калыптыр, алса эле аялы, "Жаным, кеч калдыңыз" деген экен. Буюмдарын жыйнай баштаптыр, шашып. Бука күлүргене, "Кимсиң? Айванаттардын, жаныбарлардын падышасың, аялыңан коркосуң. Мен мына бука коркпойм аялыман. Каласам барам үйгө, каласам барбайм." Десе Арыстанын жийини келип кетиптир. "Эй, сенин үйүңдө күтсө бир мал күтүп атат. Мени жолборс күтүп атат үйдө." Жолборстар да сиздер. Наразы болуп жазган бир жеңебиз күйөөсүнө кат жазыптыр. "20 жыл жашадым, чыдап келтектерине. Жаныма тийди бул ирет, кол шилтедим, кетем деп. Куурап кетсин канасы. Күйөөм айтты кетпегин, пул беремин апасы. Пулду угуп оюма, кызым түштү эсиме. Көйнөк алып бериң деп тие бердиле жиниме. Уруштум, талаштым, кызыма көйнөк деп эрим менен кайра жараштым. Кызымдын көйнөгүн көргөн уулум мага да туфли дедиле. Сабыр кылгын балам, али бай болуп кетебиз. Дагы бир келтек жесем сага туфли алабыз. Уруштан эч бир дарек жок, сынбады кол белим. Келип калды күйөөм да, урбайт да, сөкпөйт да, минежиңдер урбайт да. Күнөө гүлдөбү, пулдабай торырдын аягы. Өлүп баратып да балам дер, кыргызымдын аялы."